Шанамыздың несі айтылған. Сол сияқты көптеген ішінде өте қасиетті тарихи мәселелер бар. Одан кейін мына шығатын жеріне Бабыр Бақи деп аталады. Ар жағында Бабыр Ниса дейді. Мына бір бер жағында Бабыр Жибрил деген есім болған. Жибрил періште келген кезде кіретін есігі бар екен. Пайғамбарымызға уахи әкелген кезде Жибрил періштенің кіретін арна есігі болған. Соған Бабыр Жибрил деп аталған. Ар жағында Бабыс-салам деген осылайша 4 үлкен есіктер бар, тағы да есіктер бар, кейін аттар өзгертілген. Осылайша мына қысқаша пайғамбарымыздың тұрған мешіттің айналасының тарихы осылай құрметті қаждар. Иншалла. Раудаға кіріп нәсіп болып намаз оқуға басшылыққа нәсіп етсін. Нүсігі бардан нүсікпен кіруге болады. Нүсіксіздер жаңағы бір кісілер бар, кейде бір 30-40 риал алып кіргізген андай кәдімгі нүсік жасап береді өздері. Сонымен кіргізетін бір жолдар бар, оны бағана айтып қойдым, әлі жауап келген жоқ, болмаса сіздерге айтамыз. Пайғамбарымыздың мешітінің қысқаша тарихын сіздер таныстыңыздар, жалпы негізі аумағын және көлін айттым. 5 мезгіл намазды Құдай қаласа осы жерде оқыңыздар. Шама келгенше осы мешіттен шықпаңыздар. Пайғамбарымыздың құрметіне деп көп нәрсе сұраңыздар Алла Тағаладан. Дұғаларыңыз қабыл болады. Медина қаласына келген екенбіз, пайғамбарымызға жақсылап күнделікті сәлем беріп, осы жерде пайғамбарымыздың сүннетін жасап, намазды қалдырмай оқып, жаңағы сияқты пайғамбарымыздың мән берген жерлеріне күнделікті біз барып отыратындығын. Бүгін де сіздер жаңағы Бұлт мешітіне бардыңыздар, одан кейін Әбу Бәкір мешітін, Омар Осман мешіттерін көрдіңіздер, пайғамбарымыздың мешітінің тарихын таныстыңыздар. Енді мына қысқаша айта кетейін, бұл жақ Жәннәтул Бақи қабірстаны. Бұл жерде пайғамбарымыздың кеше айттым 10 мыңнан астам сахабалары. Соның ішінде пайғамбарымыздың сүйікті әйелдері, сүйікті балалары. Әзіреті Айша анамыз осында, Фатима анамыз осында жатыр. Және Зейнеп деген қыз осында жатыр, Руқайя деген қыз осында жатыр, Ибрахим деген ұлы осында жатыр пайғамбарымыздың. Әзіреті Осман ибн Аффан ол да осы жерде жатыр. Атап айтатын болсақ. Одан кейін жаңағы Абдулла ибн Зубайр ол да осы жақта жатыр. Өте үлкен сахабаларға бай болған, өте рухани бай бір қабірстан болады, шәһидтердің жатқан жері. Осы жерге де келіп таң намаздан кейін есіктер ашылады, әйел адамдар қабірге кіргізбейді, тек ер адамдарды қабірге таң намаздан кейін кіріп ішін көріп зиярат жасап дұға ашып тұрсаңыздар болады. Ал әйел адамдар жақыннан барып дұға жасай берсеңіздер болады. Жақсы, бүгіншелік зияретіміз осымен аяқталды. Біз тағы да ұзартуымыз керек, және полиция көп тұрғызбады. Қайырлысы қысқаша осы сіздерге мағлұмат берген болдық. Бүгін қараңыздар, программамыз